Оқушылар қазақ әдебиеті пәнінен махаббат және абырой бөлімі бойынша сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Бақытсыз жамал романының көркемдік құндылығы неде? Оқушылар алдыңғы сабақтарда өз мезгілінің күрделі әлеуметтік қоғамдық мәселесін көтерген, махаббат бостандығын жыр еткен, жанрлық тұрғыдан қазақ әдебиеті үшін жаңалық болған Бақытсыз жамал прозалық туындысымен Міржақып Дулатұлы ұлттық рухани тарихында терең із қалдырғанын түсініп, бірінші романшы атанғанын білген болатынбыз. Шығарма сюжеті Сәрсенбайдың балаға зар болуы, Шолпанға үйленуі, одан Жамалдың тууы, Жамалдың молдадан оқып тәрбиеленуі, әдемі бой жетуі, Сәрсенбайдың билік үшін көмектеседі деген ішкі есеппен Байжанмен құда болуы, бұған Шолпанның қарсылығы, Ғали мен Жамалдың танысуы, бір-біріне ғашық болуы, өзара тіл табысып қашып кетуі, Байжанның келіннің кетіп қалуына орай жасаған аярлық әрекеттері, өтірік қағаз жасатуы, Ғалидің аяқ астынан ауырып дүние салуы, Жамалдың еріксіз Байжан босағасына келуі, Жұманнан көрген қорлық зомбылықтары, ең соңында боранда адасып өлуімен аяқталған оқиғалардың бір-бірімен байланысқан, желісі үзілмейтін тізбегінен құралғандығын талдаған болатынбыз. Бүгінгі сабағымызда шығарманың көркемдік құндылығына жұмыстанатын боламыз. Олай болса барлығымыз дәптерімізді ашып, оқулығымызды ашып, сабағымызға дайындаламыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, көркемдік құндылығын салыстыру.
Оқушылар, сонымен барлығымыз Міржақып Дулатовтың Алаш маршы өлеңін тыңдап болсақ, азаттық еліме бұйырсын мәңгілік, алаштың ұраны өшпесін жаңғырып деп Міржақып атамыз жырлағандай, алаш ұрпағы, қыздарымыз жамал тағдырын қайталамайтындай бейбіт күніміз әрқашан жарқырасын дегім келеді. Олай болса барлығымыз бүгінгі сабақта миға шабуыл әдісі арқылы өткен тақырыппен жаңа сабақты байланыстыру мақсатында ой қозғау сұрақтарын ұжымдық талқылау жасайық. Бірінші сұрақ: ел аузында жүрген ақылына көркі сай сұлу жамал неге бақытсыз болды? Екінші сұрағымыз: шығарманың идеясы неде? Үшінші сұрағымыз: Жамал мен Ғалидің тағдырына ұқсас Шәкәрімнің қандай шығармасын білесіңдер? Жақсы оқушылар, ой қозғау мақсатындағы сұрақтарға барлығыңыз жақсы белсене жауап бердіңіздер. Келесі тапсырмамыз түсіндірме күнделік әдісі арқылы жүзеге асады. Романдағы негізгі оқиғалар мен тартысты Шәкәрімнің еңлік кебек дастанымен салыстырыңыз. Екі шығармадағы жастардың бақытты бола алмауына не себеп болғанын айтыңыз. Бақытсыз жамал менен еңлік кебек шығармасын салыстырамыз. Дескрипторымыз өз пікірін білдіреді, заман көріністерін салыстырады. Оқушылар, бірінші тапсырма түсіндірме күнделік әдісі бойынша шығарманы еңлік кебек дастанымен салыстырғансыздар. Барлығыңызда да екі романның тақырыбы мен идеясының ұқсас екендігін айтқансыздар. Шығармада қыздардың жақсы көрген адамдармен бақытты болу үшін үлкендердің кедергі жасауы сияқты оқиғалардың болғандығын айтқансыздар. Және салт дәстүр, заман көрінісі, махаббат мәселесі туралы көбірек салыстыру жұмыстарын жүргізгенсіздер. Жарайсыздар. Екінші тапсырма бойынша бақытсыз жамал романынан берілген үзіндіні оқып, Попс формуласы бойынша көркемдік құндылығына ой тұжырым жасаймыз. Оқулықта бұл үзінді 103-ші бетте. Дескриптор шығарма үзіндісін оқиды, көркемдік құндылығына ой тұжырым жасайды.